Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге үй жағдайында өте оңай дайындалатын компот жасап көрсетемін. Кептірілген алманы суға 3-4 рет жуып тазалап аламыз. Ыдысымызға суды құйып, алманың қағын, қарақат қостым. Өздеріңіздің қалаған жеміс-жидектеріңізді қосуға болады. Отымызға қойып, қант қосып, жақсылап араластырып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Толығымен қайнағаннан кейін отымызды азайтып, 15-20 минут қоятын боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Компоттың дәмі өте керемет, балаларымызға ұнайды, жасап көріңіздер.